Сәлем, бүгін сіздермен қатпарлы жұп-жұмсақ самсаның ерекше құпияларымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, сіздерге де дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Арнама тіркеліп, лайк басып қолдап қойыңыз. Жылы суға шай қасық тұз салып араластырып ұн саламыз. Ұнды бірден көп мөлшерде салмаңыз, жаймен аздан салып қолға жабыспайтындай қамыр илейміз. Қамыры тынуы үшін целлофанға орап 15 минутқа қоямын. Дайын тынған қамырды қалауыңызша 2-ге немесе 3 бөлікке бөліңіз. Қамырдың бір бөлігін домалақтап шетке алып қоямын, қалған 2 бөлігін бір илеп қайта целлофанға орап қоямыз. Сары майды ерітіп дайындап қоямыз. Сары май еріген соң 1 минуттай қайнатып жіберіңіз. Сонда суы буланып, шығып кетеді. Қамырды дәлетке жайғаннан қалыңдау етіп, ұн себе отырып, үшеуін де бірден жайып аламыз. Еріп тұрған сары майды барлық жеріне тигізіп жағып шығамыз, және дәл осы жерде екен құпиясы, мен бұрын майды жаққан соң сразу екінші қамырды қоятынмын. Яғни әр қатпарында қамырды қоймас бұрын майы қатқан соң барып қана келесі қамырды қою керек екен. Міне сары май қатты, енді екінші қамырды үстіне қоямын, оның үстіне сары майды жағып қатқанын күтемін. Егерде сіздерде дәл осылай қамырын 3-ке бөлген болсаңыздар, дәл осылай 3 рет қайталайтын боласыздар. Майымыз қата бастаған соң қамырды орайтын боламыз. Сары май еріп ыстық болып тұрған кезде орауға болмайды, және қамырды қатты қысып орау қажет. Оралған қамырды салмасын дайындағанша пакетке орап тоңазытқышқа сала тұрамын. Салмасына қалауыңызша асқабақ, тауық қосып жасасаңыздар болады. Мен картоппен тартылған сиыр етіне жасайтын боламын. Пияз, сарымсақ, түрлі дәмдеуіштер қосып дәмін келтіремін.
Орап алған қамырды біркелкі етіп кесіп шығамын. Дүкендерде сатып алған қамырдан әлдеқайда дәмді және құрамы өте қарапайым болса да, көріп тұрғандарыңыздай қатпарланып әдемі шығады. Оны себе отырып, қамырды шет-шетін ортасын көп баспай жайып аламыз. Осы қамырдан менде 40 данаға жуық самса шықты. Көріп тұрғандарыңыздай жайған кездің өзінде қатпарлығын жоғалтпай тұр. Мен бүгін 3 бұрыштап түйіп алдым. Менің арнамда тағы осындай қатпарлы самсаның видео рецебі бар. Ол жерде рецебі өзгеше уксус қосып жасалатын рецепт болған. Ол да керемет рецептің бірі. Самсалардың бетіне жұмыртқаның сарысына біраз қасық сүт қосып жағып шығамын. Үстіне қара күнжіт себемін. Қалауыңызша тімен немесе мак сепсеңіздер де болады. Самсаны қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алдым. Әркімнің пеші әрқалай, сондықтан өз пешіңізге ыңғайлаңыз. Самсаның рецебі ұнаса, төменде пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.